Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді ерекше фетакса қосылған салат дайындап үйрететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен фетакса сыры, песто соусы, мандарин, черри қызанағы және де осындай түрлі аскөктер қажет болады. Салаттың құрамы өте қарапайым және дайындалуына бар жоғы 5-10 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Ең алдымен көк шөптерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен осындай миксті алдым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай кез келген жапырақ көк шөп түрін қолдана берсеңіздер болады. Тірелген ортасына кесемізді орналастырып, осылай шөптерімізді салып алдым. Видеодағыдай салып дайындап алған соң, оның үстінен мандаринді қоятын боламыз. Ең алдымен мандариннің қабығын жақсылап тазартамыз. Салатқа мандарин қосылатын болғандықтан өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мандариннің орнына апельсин қоссаңыздар да болады. Мандаринімізді осылай тазартып алып, ортасына осылай бірнеше жұқа тіліктерге бөліп кесіп аламыз. Мандаринді осылай видеодағыдай бірнеше тіліктерге тіліп алып, тірелкемізге ас көктеріміздің үстінен орналастыратын боламыз. Келесі кезекте черри қызанағын жақсылап жуып тазартып, ортасынан 2 бөлікке бөліп, тарелкаға салып шығамыз. Егер сізде черри кішкентай көлемде болса, турамай бүтіндей етіп салсаңыздар да болады. Одан соң салатымыздың ең маңызды әрі дәмді бөлігі фетакса сырын кесетін боламыз. Фетаксаны осылай ортасынан бірнеше бөліктерге кубик тәріздес етіп, бөліп, турап кесіп шығамыз. Фетакса сырын жай ғана фета немесе кез келген қатты сыр түрімен алмастырсаңыздар да болады, немесе сол күйімен де бұл салат өте дәмді шығады. Фетаксаны турап осылай салатымыздың жоғарғы бөлігінен орналастырып шығамыз. Қазірдің өзінде салатымыз өте әдемі болып тұр. Дастарханға қойғанда керемет болып шығады. Ортасындағы кесені алып тастаймыз. Салаттың барлық ингредиенттерін қойып шықтық. Енді ең маңызды бөліктерінің бірі соусын құятын боламыз. Мен песто соусын қолдандым. Кисло-сладкий соусты да қоссаңыздар болады. Осымен салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.